Төркініме баратынымды айтпай, сюрприз болып, ұлыммен бірге бардық. 12 қаңтар күні кешкі сағат 9:30-да Алматыдан Қазалыға қарай баламыз екеуміз жолға шықтық. Бір күн бұрын билетті сатып алдым да, заттарымды тез жинастырдым. Қазалыға бара жатқанымды өзімнен кейінгі ініме ғана айттым. Пойызда мүлде видео түсірмеппін. Шымкентке тоқтаған кезде осылай видео түсіріппін. Жерді қарасаңыздар, көктеп жатыр ғой. Қыс мезгілі деп айтуға келмейді. Балам көптен бері пойызға мінбеген еді. Мына жерде вагон күшті, пойыз күшті деп отыр. Соңғы рет 2 жастан 4 ай асқан кезінде, яғни 2024 жылы жазда мінген болатын. Содан бері пойызға мінбегелі біраз уақыт өтіпті. Сіздерге пойыздағы бір қызық жағдайды айтып берейін. Жүрекке, сираққа, аяққа пайдалы мороженое дегенді естігенсіздер ма? Пойызда бір тәтеміз солай айтып сатып жүр ғой, мен таң қалдым. Сенбесеңіз, сіз де тыңдап көріңіз. Мороженое. Жүрекке, аяққа, сираққа пайдалы мороженое. Сіз де мен сияқты таң қалып бір күліп алдыңыз ба? Түркістанға тоқтаған еді, бірден 6 штук нанды 1000 теңгеге сатып алдым. Пойызбен Түркістаннан өтетін болсам, осы нанды міндетті түрде аламын ғой. Дәл осы нанды Түркістаннан басқа қалаларда сатпайды ау деймін. Үйден өзімізбен бірге бірде-бір ойыншық алып шыққан жоқпыз. Тек баламның дәптер ручкасын осындай бояйтын қаламдарын ғана алып шықтық. Наурыз айында 4 жасқа толады, сол себептен қазірден бастап әріптерді үйретіп жатырмын. 14 қаңтар күні түнгі сағат 1-ден 10 минут кеткенде Қазалыға аман-есен келдік. Інім досымен бірге күтіп алды. Қазалдағы ескі вокзалды әдемілеп ремонттап қойыпты, бірақ жөндеу жұмыстары аяқталмапты. Төркініме келуімнің басты себебін келесі видеода салатын боламын. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Всем пока.